Так, бүгін жаңа пост қосымшасы туралы толық әрі дұрыс ақпарат беретін боламын. Ол үшін бірінші не істейміз? Сізде егер жаңа пост қосымшасы болмаса, App Store'дан немесе Google Play'ден өзіңізге жүктеп алыңыз. Содан кейін кіреміз. Кіргеннен кейін, міне сіздерде бірінші жаңадан тіркеліп жатсаңыз, жаңадан өзіңізге жүктеп алып кіріп жатырсаңыз, мына жерде сізге телефон нөміріңізді жазыңыз және астына кіру деген батырма шығады. Телефон нөміріңізді жазасыз, кіруді басасыз, содан кейін сізге код келеді, кодты жазасыз да кіресіз. Кірген бойда дәл осындай беттер ашылады. Бірінші басты бетке барайық. Міне, басты бетке өттік. Басты бетте осы жаңа пост қосымшасының, жаңа пост логистиканың өзі туралы ақпараттар болды. 1 килограммға $407 теңгеден алады. Сосын мына жерде филиалдардың, барлық филиалдардың мекен-жайлары бар. Нешіне кіріп қараймыз да міне. Міне, мынаны жоғарғыда мына қаланы Астана қаласы Байқоңыр ауданы деп тұр. Соны қапталға жылжытсақ, барлық қалалардағы филиалдар, адрестері, телефондар жазылып тұрады дәл осылай. Міне, так, мына жаққа өтейік. Мысалы, Маңғыстау облысы Ақтау қаласын таңдайын. Міне, телефон нөмірі, жұмыс уақыты сағат 9-дан кешкі 5-ке дейін. Қай күні демалыс, сейсенбі демалыс, 28-ші шағын аудан, 23-ші домда орналасқан. Осы сияқты барлық қаланың телефон нөмірі, жұмыс уақыты жазылып тұрады. Кері шығамыз. Енді одан кейінгі тапсырыс деген бөлімге бассақ, мына астындағы. Бұл сіздің заказ берген тауарларыңыз. Күтілуде деп тұрған сіздің заказ берген товарыңыз әлі Қытайдағы складқа жеткен жоқ әлі. Қоймада деген ол Қытайдағы складқа жеткен товарларыңыз, қойма деп тұрған склад. Жолда деп тұрған складтан, Қытайдағы складтан осы Қазақстанға қарай жолға шыққан товарлар. Шекара деген ол шекараға жетті деген сөз уже. Сұрыптау деген ол Алматыға келіп, Алматыдағы үлкен склад бар, үлкен қойма. Сол жерде сұрыпталып жатыр. Әр қалаға бөледі ғой товарларды. Мысалы, Ақтаудікін Ақтауға, Атыраудікін Атырауға, Алматыныкін Алматыға деген сияқты сөйтіп сұрыптап жатыр барлық товарды. Содан кейін бөлімше деген ол сіздің өзіңіздің бөлімшеңіз, өзіңіздің қалаңыздағы, өзіңіздің тұрғылықты жердегі складыңыз. Мысалы, менің складым Ақтауда. Сол бөлімшеге келді деген сөз. Мына бөлімшеде бір товарым тұр ғой. Ол менің Ақтаудағы складқа келіп тұрған товарым. Оны любой момент барып ала беруге болады. Мысалы, бүгін келсе, бүгін бармаймын мен товарды алуға, заказымды ертең бару керекпін. Бүгін ол складқа Ақтаудағы мысалы келеді, мына өзіңіздің тұрғылықты жердегі складыңызға келген товарыңыз. Олар сканерлейді, сканерлегеннен кейін барлық товарды сол күні кешке дейін шығарады. Сосын оны сіз келесі күні барып алып кетесіз. Ал ең астында алынды деп тұрған, сіз алып кеткеннен кейін осы алындының ішінде шығады барлығы. Алып кеткен товарларыңыз уже складтан. Так, содан кейінгі хабарлама деген бөлім. Хабарлама деген оған аса мән беріп керек емес, үстінен басып кіреміз. Барлық заказдарыңыз қай жерде келді, қай жерге жетті, соны өсіп хабарлап отырады. Қазақстанның кеденіне жетті, шетел кеденінен өтті, шетел. Осылай хабарлап отырады. Оған аса мән бермейміз. Келесі профильге өтеміз, өзіңіздің профиліңізге. Инэкспорт деп тұр. Инэкспорт деген ол бұрыннан келе жатырған клиенттердің товарлары. Және жаңадан қосылған клиенттердің товарлары болады. Ол тек қана Taobao'дан немесе 1688 деген Қытайдың сайттары бар ғой, солардан заказ берсе, осы инэкспорт деген жерден көрініп тұрады. Ал сіздер егер жаңадан қосылып, жаңадан кіріп, Pinduodu'дан заказ беріп жатырсаңыз, ол манағы тапсырыс деген жерде болады. Так, екінші астында бөлімше өзгерту кіреміз. Бөлімше өзгерту деген сіздің өзіңіздің складыңызда жергілікті жердегі тұратын жеріңіздегі. Соны таңдайсыз. Мысалы, сіз Алматы қаласы Алатау ауданына жақын ба сізге сол склад, сол жерді таңдайсыз мысалы. Мысалы, менікі Маңғыстау облысы Ақтау қаласы. Осыны галочканы қоямыз. Мысалы, сіз Ақтөбе қаласы болса, Ақтөбе қаласы дейсіз, Растау дегенді басасыз, астындағы Сақтау дегенді басасыз, жасылдың ішіндегі. Менікі Маңғыстау. Осы сияқты мына жерде барлық Қазақстан бойынша 30 филиал бар. Кез келгенін таңдап, өзіңізге ең жақын таңдап, сол жерден товарыңызды ала бересіз. Так, кері шығамыз. Мына тілді өзгерту. Тілді өзіңізге ыңғайлы тілде, ағылшынша, орысша қойып аласыз.
ең басты, егер сіз жаңадан тіркеліп жатырсаңыз, менде осы алдыңғы салған видеомда бар. Бұл жерде қалай тіркелетіні осы жаңа постқа. Мына жерде документті тіркеу деп шығады сіздің. Сол жерге удостоверениеңізді тіркеп, барлық өзіңіз туралы ақпараттар жазатын боласыз. Осылай тек қана заказ бере бересіз. Заказ берген тауарларыңызды мына тапсырыс деген бөлімнен көріп отырасыз. Және ол тауарларыңызды заказ берген қоймаға келгеннен бастап салмағына қанша теңге төлеу керек екенін мына жерде шығып тұрады. Мысалы, мен заколка заказ бердім, 0,94 доллар шыққан, 1 долларға жетпейді. 425 теңге төлеу керек, міне қасында да жазылып тұр. Мына астыңғы заколкада екеуі бірдей заколка, екеуінің де бағасы бірдей болып тұр ғой. Төлемді осы жерден жасауға да болады. Міне төлем жасау деп басып та, немесе осы складқа барасыз, өзіңіздің жергілікті жердегі заказыңызды алуға. Сол кезде сол складтан да жасауға болады. Егер осы жерден төлем жасайтын болсақ, мына жасыл төлем жасау дегенді басамыз, ішіне кіреміз. Содан кейін мына жерге өзіңіздің 16 сан карточка номеріңіз бар ғой. Карточкадегі 16 сан, соны жазасыз. Содан кейін жерге срок картыды жазасыз, картыңызда жазылып тұрады ол. Содан кейін үшінші мына жерде картыңыздың артындағы 3 сан бар ғой, соны жазасыз. Болды. Осылай мына жерде оплатить дегенде басасыз да, төлемді жасап тастайсыз. Алдын ала жасай беруге болады оны. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай. Так, басқа не айтамын? Барлығы заказ берген затыңызды осы тапсырыс деген жерден көріп отырасыз. Барлығы. Енді келесіде өте керекті, жақсы, пайдалы ақпараттарды салып отыратын болам осы. Алла қаласа осы YouTube каналыма подписаться етіп, лайк басып, барынша қолдап, қарап отырыңыздар. Егер сұрақтарыңыз болып жатырса, сұрай беріңіздер еркін. Кез келген уақытта жауап берем. Подписаться етуді ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.